48-ші сабақ санның кубы, қала құрылысы және бейресми символдардың мәні. Сен санның кубын бірдей 3 көбейткіштің көбейтіндісі ретінде ұғынасың. Бірінші есеп бойынша А нұсқасы. Монумент сөзін білесің бе? Берілген суреттегі монументтердің маңыздылығы қандай? Есепте. Сонда сен олардың әрқайсысының атауын білетін боласың. Бірінші суретте біздің суреттің астында 8-дің квадраты берілген. Соны алдымен есептеп алайық. Сонда 8-дің квадраты 64. Келесі суретте 9-дің квадраты берілген. 9-дің квадраты 81. Келесі үшінші суретте 7-нің квадраты. 7-нің квадраты 49. Енді осы шыққан нәтижелерді санмен бірге сәйкестендіреміз. Белгілейміз, теңестіреміз, яғни мәңгілік ел салтанат қақпасы астында 81 деп тұр. Ол екінші суретке келеді. Ал тәуелсіздік монументі, яғни 49. Ол үшінші суретке сәйкестендіреміз. Келесі мәңгілік бәйтерек монументі астында 64, яғни бірінші суретке келеді. Екінші есеп бойынша А нұсқасы. Санжар Венгрияның Будапешт қаласында болып, кубик Рубик ескерткішін көрді. Ол сыныптастарына сыйлық әкелмекші болды. Сыйлықтың текшелерін салып алып, оны текше пішінді үлкендеу қорапқа жинастырып салды. Санжарға оларды санауға көмектесті. Кубик Рубик ескерткішіне қарайтын болсақ, бұл жерде тігінен, көлденең және жоғарғы бетінде шаршылар саны 3-3-тен орналасқан. Сонда 3 көбейтілген 3 және 3 деп жазамыз. Сонда 3-тің квадраты, яғни 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Сонда нәтижесі 27 болады. Келесі Ә нұсқасы бойынша бірдей 3 көбейткіштің көбейтіндісі болып табылатын сандарды таба аласың ба дейді. Бұл жерде берілген сандар 9, 75, 64, 25, 81, 8 сандарының ішінде 64 және 8 саны. Бұл екі сан, 64 саны бізде 4-тің 3 рет көбейткенде нәтижесі. Келесі 8 саны 2-ні 3 рет көбейткенде нәтижесі. Яғни 2-ні 3 рет көбейтеміз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2, яғни 8-ді береді. Бірдей 3 көбейткіштің көбейтіндісі санның кубымен алмастыруға болады. 3 көбейтілген 3 көбейту 3 тең 3-тің кубы. 4 көбейту 4 көбейту 4 тең 4-тің кубы. Яғни А көбейту А көбейтілген А тең болады А-ның кубы. Бұл санның кубы деп аталады. Б нұсқасы. Көбейтіндіні көбейткіштің квадратына немесе кубына алмастыра есепте. 3 көбейтілген 3 бұл 3-тің квадраты. 6 көбейту 6 6-ның квадраты. 9 көбейтілген 9 9-дың квадраты. 7 көбейтілген 7 7-нің квадраты. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 тең ол 2-нің кубын береді. 3 көбейтілген 3 көбейту 3 3-тің кубы. Үшінші есеп. Тұрғын үй кешенінің ауласына 9 шаршы отырғызылды. Бұл отырғызылған шыршаның бір бөлігі. Шыршаға қарағанда 6 есе кем терек отырғызылды. Аулаға барлығы қанша шырша мен терек отырғызылды? Енді шешуін табатын болсақ, 9-ды 4-ке көбейтіп 36-ны шығарамыз. 36 ол шырша, барлық шырша саны. Енді теректі табатын болса, ол 6 есе кем болғандықтан 36-ны 6-ға бөлеміз. 6 шығады. Енді терек 36 шырша 36 болса, терек бізде 6. Барлығын табатын болсақ, 36-ға 6-ны қосамыз. 42 шығады. Жауабы барлығы 42. Келесі 4-ші есеп. 1-дің кубы 1. 5-тің квадраты 25. 8-дің квадраты 64. 2-нің кубы 8.
9-дың квадраты 81, 6-ның квадраты 36. Келесі 5-ші есеп бойынша. 5-ші есеп бойынша амалдарды орындалу тәртібін анықтап, оларды есептейміз. Бірінші 35 азайтылған 5 бөлінген 5. Бұл жерде жақшаны бірінші орындаймыз, екінші бөлуді орындаймыз. Нәтижесі 6 болады. Келесі 45 бөлінген 9 қосылған 72 бөлу 9. Бірінші амал 45-ті 9-ға бөліп аламыз. Оған және 72 мен 9-ды бөліп, нәтижесін үшінші қосу орындалады. Нәтижесінде 10 шығады. 81 бөлінген 95 пен 86-ның айырмасы. Әуелі жақшаны орындап аламыз. Кейін 81-ді сол жақшадан ішінен шыққан нәтижеге бөлеміз. Жақшадан 9 шығады. 81-ді бөлеміз 9-ға, нәтиже 9 болады. Келесі жақша ішінде 456 қосылған 449 қосылған 27. Бірінші жақшаны орындап, оған 27 санын қосамыз. Келесі 9 бөлінген 3 қосылған 5 көбейтілген жақша ішінде 68 азайту 64. Бірінші жақшаны орындаймыз. Оған екінші оны 5-ке көбейтеміз. Үшінші амал 9-ды 3-ке бөліп, шыққан нәтижелерді қосамыз. Нәтижесінде барлығы 23 саны шығады. Келесі 63 бөлінген 9 қосылған 450 жақша ішінде қосылған 90. Алдымен жақшаны орындап аламыз. Бірінші 63 пен 9-ды бөліп аламыз. Екінші жақшаны қосып, үшінші амал бізде барлық шыққан нәтижелерді қосамыз. Нәтижесі 547 шығады. Келесі 3 көбейтілген 5 қосылған жақша ішінде 456 азайтылған 400. 3 пен 5-ті көбейтсек 15 сан шығады. Келесі жақша ішін орындаймыз. Жақшадан 56 шығады. Осы 56 мен 15-ті қосамыз. 71 сан шығады. Келесі 1000 азайтылған жақша ішінде 67 қосылған 33 бөлінген 1. Жақшаны орындасақ, бірінші орындап аламыз да, оны 1-ге бөлсек сол санның өзі шығады. Жақша ішінен бізде 100 шығады. Енді кейін 1000-нан азайтамыз 100-ді, тең 900 сан шығады. Келесі 5 көбейтілген жақша ішінде 567 азайту 558 қосылған 100. Алдымен жақшаны орындаймыз. Онан кейін жақшадан шыққан нәтижені 5-ке көбейтіп, оған қосамыз 100-ді. Сонда тең 145 сан шығады. Келесі 36 бөлінген 6 қосу 590 азайту жақша ішінде 530. Жақшаны орындаймыз. Келесі 36 мен 6-ны бөлеміз. Шыққан нәтижелерді бір-біріне қосамыз. Нәтижесінде 60 шығады. Келесі 6-шы есеп бойынша. Есепті шығар. Қалада 5 қабатты және 9 қабатты үй қанша болса, сонша 1 қабатты үй салынды. 255 қабатты үй, ал 430 1 қабатты үй бар. Қалаға 9 қабатты неше үй салынды? Берілгенін жазамыз. 5 қабатты үй бізде 250, ал 9 қабатты үй белгісіз. Барлығы 430 үй. Келесі шешуін табайық. 430, яғни барлық үйден 5 қабатты үйдің санын алып тастасақ 180 саны шығады. Сонда бұл бізде шыққан нәтиже 180, бұл 9 қабатты үй саны. Жауабы 180 9 қабатты үй салынды.